Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз сіздермен ұл балаға да, қыз балаға да келетін жаңа туған нәрестеден, яғни 0 айдан 6 айға келетін осындай сөп-сүйкімді носкиді тоқып үйренетін боламыз. Бұның тоқылуы өте жеңіл. Көрдіңіздер ғой, өте әдемі. Тоқыманы бастау үшін бізге қажетті жібіміз 50 граммға 100 метр. Мен қос қабаттап тоқимын. Және бізге спицы, носочная спицы номер 3 спицы керек. Ең алдымен біз спицымызға 32 петля тізіп аламыз. Резинасынан бастаймыз носкидің. 32 петля тізіп алайық бірінші. Міне 32 петлямызды алдық. Енді осы 32 петляны 3 спицыға бөліп алайық. Бірінші спицыға 10 петля. 4, 5, міне бірінші спицыға 10 петля аламыз. Екінші спицымызға тағы да 10 петляны тізіп алайық. Екінші спицымызға 10 петля алдық. Үшінші спицымызда 12 петля болды. Енді бір-біріне біріктіреміз. Міне жібіміз мына жақта тұр. Резинкасын бастаймыз. Бірінші оң, екінші теріс. Осылай бір оң, бір теріс қылып резинкасын тоқимыз носкиміздің. Бір оң, бір теріс. Осылай екінші, үшінші спицының барлығын айландыра бір оң, бір теріс қып тоқып шығамыз. Осылай айландырып тоқып шығыңыздар. Енді резинкасын бір оң, бір теріспен біз 18 қатар жүреміз. Міне носкиміздің міне қонышы 18 қатар жүреміз. Міне қыздар 18 қатарымды жүріп шықтым. Носкиді қалай санаймыз? Міне мына тұрған жібіміз біздің басталған жұмысымыздың басы. Енді санағанда міне қараңыздар. Жолақтар көрініп тұр, сол жолақтарды санаймыз. Сондай 18 жолақ шығу керек. Енді 19-шы қатарымызды тек оң барлық 3 спицыдағы петляның барлығын оң тоқып шығамыз. Міне айландыра оң тоқып шығыңыздар. Келесі 20-шы қатарымыз. Міне мына алдындағы узорды саламыз. Узорды тоқимыз. Бұл 16 петлядан тұрады. Міне 16 петлядан тұрады. Бірінші петлямызды оң іліп аламыз. Енді 4 петля платочная вязка дейді. Яғни оң боп тұрса петлямыз теріс тоқылады. Егер петлямыз теріс тұрса, онда оң тоқылады. Енді 6 петля оң тоқимыз.
4 5 6 келесimiz 4 петля теріс, платочная вязка. Теріс 4 петля теріс тоқылады, және шеткі петлямыз оң тоқимыз. 16 петля бір спицаға дізіп алайық, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Мына екі спицаны петля санын бірдей қылып алайық. Өзімізге тоқылуға ыңғайлы болу үшін бірдей етіп петлямызға бөліп алайық. Әр спицаға 8 петлядан бөліп алдық. Енді бұл екінші, үшінші спицадағы петлямызды оң тоқимыз. Барлық петля оң тоқылады. Алдыңғы узорымызға келдік. Бірінші спицамыз. Бірінші петлямыз үнемі оң тоқылып отырады. Енді 4 платочная вязка, яғни бұл жерде теріс тұр. Енді біз оны оң қылып аламыз. 4 оң қылып аламыз. 6 оң петля. Және мне 4 платочная вязка, яғни теріс тұр, бұны 4-еуін оң қылып аламыз. Шеткі петля оң. Келесі екінші, үшінші спицамызды оң қылып қана аламыз. Бірінші спицамызға келдік. Бірінші петля оң. 4 платочная вязка оң тұр, яғни біз оны теріс аламыз. 4 петляны. 6 петлямыз оң. Оң тоқылады 6 петлямыз. Келесі 4 петлямыз оң болып тұр, яғни оны теріс тоқимыз. Платочная вязка. Соңғы шеткі петля үнемі оң тоқылады. Екінші, үшінші спицы оң ғана тоқылады. Енді қараңыздар, мына жерде бізде мынандай 3 жол шығу керек. 2 қатар тоқысаңыздар, міне 3 жол шығады. 3 жол шыққаннан кейін 5 петлямызды тоқып алдық. Енді келесі 6 петлямызды бір-біріне орындарына ауыстырамыз. Петляның орнына ауыстырып, айқастырып тоқимыз. 3 петляның орнына ауыстырып, міне осылай петляға іліп алып, көрдіңіздер ғой, бәрін айқастырып оң тоқып шығамыз. Каса тоқимыз ғой. Алты петля оң тоқылады. 4 петлямыз мына жерде оң тұр, яғни бұл 4 петля теріс тоқылады. Және соңғы петля оң тоқылады. Бірінші касамыз тоқылды.
келесі екінші, үшінші спицы үнемі оң тоқылады. Енді қараңыздар, мына сияқты 4 жол шыққанша тоқып алыңыздар. Міне басы мына жерде басталып тұр, жібіміздің басы. 4 жол шыққаннан кейін енді өкшесін, носкидің өкшесін шығарамыз. Так, міне. Осылай санап отырып, өкше бірінші мына жолдар тоқып аламыз. Ол үшін кері қайтамыз, е. Екінші, үшінші спицамен жұмыс істейміз енді. Мынау тоқып жатқаным үшінші спица, кері қайтамын. Үшінші, екінші спицадағы петляны барлығын оң тоқып аламыз. Бұл қатарды да барлық петляны оң тоқимыз. Екінші, үшінші спицадағы петляларымызды тек қана оң тоқып, 7 жол шыққанша тоқып аламыз. Жеті жолымыз шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жолымыз шықты. Енді өкше шығарамыз. 2, 3, 4, 5. 5 петля шеті. 1, 2, 3, 6-шы петляны, 2 петляны біріктіріп аламыз. Тоқымамызды ауыстырамыз. Енді бірінші петляны тоқыма іліп аламыз. Келесі екінші, үшінші теріс тоқылады. 4-ші, 5, 6-шы петляны келесі петлямен біріктіріп аламыз. Ортада 6 петля ғана тоқылады. Енді ортадағы 6 петля ғана тоқылады. Бұл өкше шығарып жатырмыз. 6-шы петля келесі петлямен біріктіріп аламыз. Ортада 6 петля қалғанша осылай екі жақтан біріктіріп 6 петля қалғанша тоқып шығамыз. Алты петля қалғанша міне екі жақтан біріктіріп азайтып шықтық. Енді 6 петлямызды тоқып аламыз. Мына шетінен жәнегі екі жақ шетінен 5 петля азайттық. Енді сол 5 петляны қайтадан іліп аламыз. 5 петляны. Іліп алған петлямызды оң тоқимыз. Бірінші спицадағымызды узор бойынша тоқимыз.
Енді мына шетінен де, келесі шетінен де 5 петля іліп аламыз. 5 петля. Бес петлямызды оң тоқимыз. Енді қараңыздар, бізге тоқылуға оңай болу үшін мына екі спицадағы петляларды бірдей етіп бөліп алайық, тең бөліп алайық. Өзіміздің тоқылуымызға жеңіл болу үшін екі жақ петляны бөліп алайық. Келесі айландырып оң тоқып шығамыз аяғына дейін. Жұмысымыздың басына келдік. Бірінші спицаға бізде мынандай жолдан 1, 2, 3, 4 жол тұр. Біз осындай 1, 2, 3, 4, міне біз осы жерде тұрмыз. Енді біз осындай жолдан тағы да 2 жол тоқимыз. 2 жол тоқып петляның орындарын ауыстырып тоқимыз. Мына екінші, үшінші спицы әрдайым оң ғана тоқылады. Міне біз 2 жолдан кейін коса тоқыдық. 1, 2, 3, 4. 4 жолдан кейін де коса тоқимыз. Яғни петляларды айқастырып тоқимыз. Бірінші 4 петлямызды тоқып алайық. Теріс тұр, оны оң тоқып аламыз. Енді 6 петлямыздың 3-3-тен айқастырамыз. Орындарын ауыстырамыз. Келесі касамыз, екінші касамыз. 6 петля оң тоқылады. И 4 петля поточная вязка. Соңғы петля. Соңғы петлямыз оң тоқылады. Енді қараңыздар, біз 2, 3, 4, 5, 6 мына жерге келіп тұрмыз. Енді 4 жол тоқисыздар, коса, 4 жол тоқисыздар, коса тоқисыздар. Екінші, үшінші спицадағы оң тоқылады. Осылай тоқып шығыңыздар. Ары қарай мен қалай бітіретінімді көрсетемін. Мен 14 жолымды тоқып шықтым. Енді бітіреміз. Алдыңғы бірінші, екінші петляны біріктіріп аламыз. Ары қарай оң тоқимыз. Бір петляны оң тоқып шығамыз. Мына аяғына келгенде бұлай алғанға өте ыңғайсыз. Сондықтан біз тағы да бір спица алып, сол спицаның көмегімен 2 петляны біріктіріп аламыз. 2 петляны біріктіріп алып,
мына спицаға қайтадан орнына кигіземіз. Енді екінші спицадан алғашқы 2 петляны біріктіріп аламыз. Ары қарай барлық петля оң тоқылады. Соңғы петляны біріктіріп аламыз. Соңғы петляны біріктіріп аламыз. Келесі қайтадан мына жақтағы спица, бірінші спицамызға келдік. Тағы да 2 петляны біріктіріп аламыз. Осылай 4 жақтағы петляның 4 жағында осылай біріктіріп кішірейтеміз. Сонда петляларымыз азаяды. 4 жағынан да азаяды. Соңына келдік. Соңғы 2 петля осылай біріктіріп аламыз. Барлық петляларды азайтып тоқимыз. 4 жағынан азайтамыз. 4 жақтан азайтып міне әр спицада 4 петлядан қалды. Енді осы 4 петляны біріктіреміз. Екі петлядан біріктіріп соңына дейін азайтып шығамыз. Міне аяқтап болдық. Енді мына жіпті мына жерден қиып аламыз. Қиып тастаймыз жіпті. Енді мына артық жіптерді крючоктың көмегімен артық жіптерді ақырындап көрсетпей мына жіптердің арасына тығуымыз керек. Ол үшін крючогымыздың көмегімен ақырындап осылай білдіртпей жіпті тығамыз осылай. Енді осы жерден қиып тастаймыз жібімізді. Міне өте сүйкімді носкиіміз дайын болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге видеомыз ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Рахмет.